Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды облыс орталығындағы бірқатар нысанның құрылыс алаңында болып жұмыс қарқыны мен сапасын тексерді. Мердігер мекеменің басшыларымен кездесіп, нақты тапсырмалар жүктеді. Бүгінде отырар тұрғын үй кешенінде 6 тұрғын үйдің құрылысы жүріп жатыр. Мұнда 4021 шаршы метрлі 432 пәтер бар. Қазіргі таңда ішкі әрлеу жұмыстары, есік орнату, ішкі инженерлік желілерді және сыртқы қасбетін әрлеу жұмыстары жүргізілуде. Инженерлік желілерін жүргізуге және абаттандыруға толық қаржы қарастырылған. Құрылыс жұмыстары 2021 жылдың қыркүйек айында басталған. Биыл тамыз айында пайдалануға берілу жоспарлануда. Сонымен қатар 7 қабатты тұрғын үйді инженерлік жүйелермен қамту және абаттандыру жұмыстарына тиісті қаржы қаралған. 2023 жылдың қараша айында ел игілігіне беру жоспарланған. Одан бөлек Түркістан қаласында 500 орындық жатақханасы бар 700 балаға арналған бел мектебінің құрылысы аяқталуға жақын. Құрылысы 2021 жылдың сәуір айында басталған. Нысанды биыл қыркүйек айында тапсыру көзделуде. Қазіргі таңда ғимаратта ішкі әрлеу, сыртқы фасад, есік және сантехника орнату, керамогранит төсеу және абаттандыру жұмыстары аяқталуға жақын. Облыс орталығында медицина нысандарының да саны артып келеді. Қалада перзентхана құрылысына 3,3 гектар жер телімі бөлініп, мемлекеттік акт алынды. Перзентхана салу үшін Біріккен Араб Әмірлігі Абу-Даби қорымен келіссөздер жүргізілді. Қазіргі таңда 80 төсек орынға арналған перзентхананың жобалау сметалық құжаттамасы әзірленіп, мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынды. Бүгінде жер жұмыстары басталып, қазан шұңқыр қазылып, аумағы қоршалған. Бұдан бөлек Түркістан қаласында 1,156 гектар аумаққа мүмкіндігі шектеулі балалар мен жас өспірімдерге арналған оңалту орталығы салынады. Өңір басшысы бұл жұмыстың кешігіп жатқанын сынға алып, жауаптыларға тапсырмалар берілді. Сондай-ақ орталық стадионда болған облыс басшысы кемшіліктерді қалпына келтіру жұмыстарын тездетуді жүктеді. Түркістан арена стадионының мәселесін реттеу бойынша мамандар ұсынысы мен пікірі тыңдалды. Әрбір құрылыс қатаң бақылауға алынған. Балауса Оспан, Бағдаулет Шахапов, RTV жаңалықтары.